Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін бізде Мұғалім келбеті подкастының 5-ші шығарылымы. Бүгін біздің қонақта Қазбілім Групп компаниясының басқарма төрағасы Аятжан Ахметжан ағамыз және Джо Хай Скул мектебінің оқу бөлімінің басшысы Атабек Әділұлы ағамыз келіп отыр. Қош келіпсіздер ағалар. Қош көрдік. Бүгін бізде Қарағанды қаласында өте бір керемет жиын өтіп жатыр. Абай атындағы мектеп араларында ұлттық мектеп мәселесі, соның моделін көтеріп жатырмыз. Жаңада жиын залында біраз өте пайдалы ақпараттар алдық. Енді ол мәселеде жиын залында бізде өте аз адамдар көрді деп есептейміз. Сол себепті жаңағыдай YouTube каналына басқа жерге шығарып, басқа да оқырмандарымыз, көрермендеріміз тыңдасын деген оймен осындай бір тағы да бір сіздерден сұхбат алайын дедік. Уақыт бөліп келіп отырғандарыңызға өте үлкен алғыс білдіреміз. Содан сіздерге ең бірінші сұрағым, бастайын деп отқан менің қоятын сұрағым мұғалімдік ұстаздық жолы. Ұстаздық жолына Аятжан мырза сізден бастасақ, сіз қалай келдіңіз? Мектеп бітірдіңіз? Ол бастан кішкентай кездегі арманыңыз болды ма, әлде сосын келдіңіз бұл жолға? Мен мектеп оқып жүрген кезде мұғалімдік мамандық арманым болды. Бірақ айныған кездерім болды. Айныған кездерім. Қалай ол? Осы Атажұртқа оралғаннан кейін талай ұстаздарым, жолдастарым дайындық курсын, падкурс деп айтамыз ғой. Дайындық курсында оқып жүрген кезде мені сен журналистикаға кетсейші, филологияға кетсейші деген көп үгіт насихат болды, бірақ мен бәрін тыңдамай химияға адалдығымды сақтап, химия пәнінің мұғалім ретінде Еуразия ұлттық университетіне түстім. Түсіп, бірақ жарты жыл оқығаннан кейін мен айныдым. Не себеп болды айныңызға? Ең үлкен бірінші себеп, біз мұғалімдыққа түскен кезде, мен мұғалімдыққа армандап түсіп, жоғары балмен түсіп келсем, сен мына балмен неғып мұғалімдықта жүрсің деген сұрақ мен жарты жылда келдім, шаршап жүрді. Ол кезде мұғалімдық деген мамандыққа жүрді 60-пен, 70-пен түсу деген. Мен 98-бен келіп отырмын. Сол жылдар көп қойылған сұрақ негізі. Бұл 100-ден ба, әлде 125-тен ба? 120. Біздің уақытта 120 кезінде болды. 120 кезінде. 4-пен 120 болды. 120-дан 98 балл алды. Ол мен енді жұрт ғылымға түсіп жатады, ғылыми химияға, мұнай газға түсіп жатады да, фармацевтикаға. Маған жұрттың бәрі тұр. Группаластардың бәрі бірінші группадағы сұрақ сол болды. 98-бен не істеп жүрсің жұрт? Сосын енді адам не істеп жүрсің десе ойлана бастайсың ғой. Бір жақта мұғалім болған деген жаман, айтпен, бүйтпен енді. Тек қана негатив естідім мұғалімдік туралы. Шынымен мен қайда түсіп кеттім деген сұрақ болды. Одан кейін университетте айтысқа қатысып кеттік, айтып бүйтіп кеттік. Сонымен оның үстіне тағы бір әсер еткен дүние. Мен Еуразия ұлттық университетіне түскен кезде, ол кез 2007 жыл, Еуразия ұлттық университетінің химия лабораториясы менің Қытайда оқыған мектебімнің аудандық мектеп, аудан деңгейлі мектептің лабораториясынан нашар болды. Мен армандап келдім де, біздің күнделікті біздің мектепте, оқыған мектебінде лаборатория істейтінбіз. Астана, Еуразия, енді ол кезде Назарбаев университеті жоқ, Еуразияның атақ аспандап тұрған. Келген кезде, лабораториясын көрген кезде кәдімгі безіп кеткен келді. Мына жерде несі дұрыс химик шықпайды деген сұрақ болды. Енді жігіт баспаймын деген жерде үш басады деп, сол Еуразия ұлттық университетінен докторлықты қорғап бірақ шығамын деп ойламадым ғой. Докторлықты қорғап бірақ шықтым. 9 жыл сонда, тапжылмай 9 жыл оқыдым ғой. Сондай бір қызық оқиғалармен екі нәрсе сол. Жұрттың сұрағы мен лабораторияның жағдайы мені химиядан суындырды да, мен әлесімнен кетпейді, 2-3 курс жаратылыстану ғылымдар факультетінде емес, толық өмірімді филология факультетінің студенттерімен, айтыскерлермен сол тамада ОХХ-ның арасында жүрдім. 4-ші курста, мен 3-ші курста үйлендім. 4-ші курста отбасын асырау керек болды, бір балалы болдық. Сөйтіп жүрген кезде бір мектеп химик таппай іздеп жатты деп шақырды. Бардым, 2 курс оқымағасын. Ол жай мектеп? Астана қаласындағы нөмір 66-шы мектеп лицейі. Бардым, барғаннан кейін
баланы көріп химияны көрген кезде мен бастаптағы баларманымды қайта таптым. Ана балаларды көріп мектептегі химия мынау болса біз тірілтуіміз керек деген бір адамдық миссиям оянып кетті да. Кейін қаншама ұсыныстар түсті, тіпті сценаристіктен басқадан ұсыныстар түсті, телеарналардан жоқ. Газеттен ұсыныс түсті, мен білім саласы туралы тұрақты сараптамалық мақала жазып тұрған кейін тұрақты Айдар ашып берейік, бізге келіп жұмыс істеші, білім саласы туралы сұхбат ал, нені ал, мақала жазып тұршы, зерттеу айналыс деп танымал газеттер ұсыныс тастады. Жоқ, менде балаға деген махаббат басқа жаққа жіберген жоқ. Сөйтіп ортада бір бұрылып қайтып келген адаммын. Өте керемет. Инстаграм парақшаңызды қарап отырмын, осы жақын уақытта алдыңызда докторлық химия ғылымдарының докторлығы ресми министрліктің бұйрығы шыққанына 4 күн болды, 5 күн болды. Инстаграм парақшаңызды қарап отырып, сол жерде көрген. Рахмет. Ал Атабек мырза, сіз білім бойынша мұғалімдік таңдамаңыз бастапқыда, иә? Бастапқыда таңдамаған. Осында бір кішкене. Бірақ менде де кішкентай кезде арман болды. Әсіресе физкультура мұғалімін көріп, дене шынықтыру мұғалімі болғым келіп еді. 1-ші, 2-ші, 3-ші сыныптарда. Өйткені ол кісі бізді прям өте жақсы дайындайды. Спорт жағынан болсын, дене шынықтыру жағынан болсын, әртүрлі іс-әрекеттен болсын. Бірақ уақыт өтті, балалық арман қалды. Басқаша мақсаттар шықты алдымызға. Олимпиадамен айналысып кеттік. Сол олимпиадамен айналысқан жылдары как раз мен өзім биологияға деген қатты махаббат ашылды. Терең оқып, адамның ішкі құбылысы, жасушаның ішіндегі болып жатқан процестер. Бірақ 11-ші сыныпта әлі есімнен кетпейді. Олимпиадаға бардық, республикалық олимпиадаға Көкшетау қаласында 2007 жылы. Енді қатты конкуренция болып тұр. Орын я алам, я алмаймын. Алсам грантқа түсе алам. Енді тапсырмай грантқа түсу мүмкіншілігі бар еді ол жылдары олимпиадада. Сол ең соңғы түні результат шықпас алдын бір түнде тұрып бір дұға еткенім бар. Негізі бұл мәселені көп жерде айта бермеймін. Сол жерде бір өзімнен бір ішімнен дұға өтті да. Я Алла, осы олимпиададан орын алып алатын болсам, мұғалім болып шәкірт жетістіремін. Ала алмайтын болсам, енді көреміз деп. Сондай бір шарт қойған болатын өзіме. Сосын алдыңыз оны. Иә, оның да нәтижесін соңында білдік. Жаңағы вручение болып жатқан кезде мен орын алмадым деп бұрыштап отырғанмын. Сол кезде менің атымды айтты, оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан жаңа қазақ-түрік лицейінің түлегі, бронза иегері деп. Соны алғаннан кейін енді айтқан сөз бар, берілген сөз бар. Сол сөзді ұстаймын деп. Дегенмен бәрібір биотехнологияға түстім мен, Евразийский университет. Тағы да ойланамын деп шешкенсіздер. Ойлана тұрайыншы. Бір көрейін дедік. 4 жыл тағы да деп. Негізгі себеп былай болды. Биотехнологияға түсудегі себеп биологияны тереңдеп оқиын дедім да. Мұғалім болам, бірақ білімді терең алайын деп биотехнологияға түстік. Оны тамамдап бакалаврды бітіріп шыққаннан кейін магистратураға шақырған болатын. Мен жоқ, мұғалімдік жолын таңдадым. Мұғалім боламын деп алғашқы жұмысымды Талдықорған қаласында бастаған едім. Сол Талдықорған қаласында мен де жаңағы Аят аға айтпақшы, баланы, оқушыны, жаңағы сыныптағы болып жатқан дүниені көргеннен кейін мен айттым өзіме. Мен жерім осы жер екен, осы жолда жалғастыру керек. Қызық жағы сол технический диплом дейміз ғой, техникалық дипломмен 10 жыл жұмыс істеппін. Мұғалім болып. Заңның кеңір кезінде пайдаланып қаласыз ғой. Сосын заңдар өзгерді, талаптар қатайып, жаңағы талаптар өзгерді. 10 жыл өткеннен кейін қайтадан магистратураға түсіп, Алматыда Абай ұлттық университетінде биология педагогика бойынша бітіріп, өткен жылы магистратура дәрежесін алдым. Менің историям осылай. Керемет, өте. Нау қарап отырсам, сіздерде мектеп кезінен басталғанда, мектеп кезде бір ұстазды көрдіңіздер, соларға қарап, жаңағы ұстаздық жолына түскенде бір әсер еткен кісілер болып тұр да. Енді қазір бәріміздің мәселенің мұғалім кадр болып тұр да. Қиындайтын мәселе осы сіздер үшін ұстаз, қазіргі заманауи ұстаз, сол мұғалімнің келбеті қалай болу керек, қандай
критерийлер бар ма, қандай талаптар бар? Осы мұғалім жолында жүретін адамдардың негізгі ұстанымдары дейміз ба? Сол сіздердің ойларыңызша заманауи мұғалім қалай болу керек? Бірақ сөзбен айта салғым келеді. Бағана да айттым ғой, мұғалімдік мамандық емес. Мұғалімдік өнер. Ал сен өнердің шыңына шығу үшін өнердің фанаты болуың керек қой. Сен домбыраның фанаты болғанда ғана сол мәселемен ауыру керек дейсің. Ауыру керексің да. Кез келген уақытта егер фанаты болмасаң, ауырмасаң, сен шыңына шықпайсың. Сондықтан мұғалімдікті мамандық ретінде, мұғалімдікті табыс көзі ретінде қарайтын адамдықтар көп болғаннан кейін, сен айтып отырған мұғалімнің кадр мәселесі, мұғалім мәселесі деген туындай береді. Егер мұғалімнің бәрі фанат болса, мұғалімнің бәрі мұғалімдікқа өнер деп мен шыңына шығамын деп жұмыс жасаса, онда бүгінгі мұғалім келбеті басқаша болар еді. Сондықтан мұғалім келбет деген кезде мен бір өзінің мамандығына фанат адамды елестете аламын. Ол баламен жұмыс істеуден шаршамайтын, мысалы үйіңде бәріміз де қазір ата-анамыз ғой. Сендерді білмеймін, енді өзім әкем ғой. Мысалы өзіміздің баламыздың кейде артық тірлігіне шыдамаймыз, ал оның қасында біреудің баласының сенің нервіне тигеніне шыдауың керек, көтеруің керек, тәрбиелеуің керек. Ол үшін сен ол жай мамандық деп қарау, сен бүгінгі жұмысымды барып келейін деп қарау жауап бермейді. Өйткені сен біреудің баласының нервіне шыдамай тұрған кезде жоғары жақтан біреудің оның ата-анасы келіп сен кінәлі емес деген адамға кіріп кетуі мүмкін да. Ол жерде түңілмеу үшін сенде фанаттық деңгейдегі дүние керек, өнердің. Мысалы біз бокстан жетістікке жету үшін күні түні шынығу, ана залда рингте таяқ жесең де қайтпау деген дүние бар ғой. Өйткені ол бокс өнер. Оның шыңынан шығам деген адам қайтпады, фанаты болды, жетті деген сияқты. Тура менің үшін мұғалімдік өнер деп қараймын, мен мамандық деп қарамаймын. Жатса да тұрса да соны ойлап. Ана кейде тауда да костюммен жүрсем жұрт күледі, не үшін? Тауда да мен мұғаліммін деп. Кез келген жерде деп ше. Ол енді бір қалсын, бірақ біз қай уақытта да сонымен ойлануымыз керек та. Кез келген уақытта бір нәрсені істеп отырған кезде бұл нәрсе балаларға қалай әсер етеді дегенді ойлауым керек та. Мен мұғалімдерім айтамын, қымыжыны қағазда емес, қымыжыны миында жазатын адам бақыттырақ ұстаз болады да. Өте дұрыс. Мен сабаққа барғанша қалай ананы нәрсені жеткізем, мынаны қалай жеткізем деген ойланып миында толық қорытылады. Сыныбында мысалы 25 бала бар ма? Мына балалар мынандай нәрсемен түсіндіру керек, мынаға мынандай нәрсемен түсіндіру керек деп миында толық ауырып алмаса, мен айтқанда бұл актерлік өнер, көрермен жылату керек. Актерсің жылат. Тура сол сияқты нәрсе да. Қуанту керек, қуант. Тура балаға солай да. Түсіндіру керек па? Түсіндір оны. Сондықтан мұғалім қымыжыны қағазда емес, миында жазатын адам деп айтар едім. Бұндай жақсы сөздерге тек былай қосар едім мен. Мұғалім жаңа өнермен қатар ұстаным сияқты да мен үшін. Бір өмірлік ұстаным. Ақша үшін емес, қандай да бір пайда үшін емес, немесе белгілі бір жағдайларда признание дейді ғой, жаңа біреулердің сені мойындауы емес, мынау жақсы мұғалім екен, жақсы адам екен. Әрине кез келген мұғалім бұндай жағдайлардан қуанады, оның ісіне баға беріп жатса. Бірақ біздің Аятжан аға мен менің айтып жатқан өмірлік ұстаным, шеберлік, өнер деп айтатын болсақ, бәлкім андай көзбен көріп ұстай алатын мәселе емес сияқты да бұл мәселелер. Көзбен көріп ұстай алатын мәселе ретінде айтатыным, мен ойлаймын мұғалімге қойылған белгілі талаптар бар. Педагог стандарты болуы мүмкін, немесе белгілі халықаралық стандарттар болуы мүмкін, мұғалімнің портреті болуы мүмкін. Мен сол стандарт портреттердің ішінен ең алдына тыңдарманға айтып қоятын мәселем, мұғалім адам өзі де үйренуден тоқтамау керек. Мұғалім қашан өзі үйренуден тоқтайтын болса,
ол адам басқа бір кісіге жаңа бір дүние, жаңа бір білім беру қиын. Иә. Және екінші мәселе тұлға. Сіз мұғалім ретінде сабаққа кірдіңіз, тек қана біліміңізді беретін бір кітап ретінде емес, сіздің тұрысыңыз, сіздің сөйлеу мәнеріңіз, сіздің бәлкім адамға деген көзқарасыңыз, күлуіңіз оқушыға біраз дүниені үйрету керек. Жүрген тұрысың бәрі үлгі болу керек. Бұл әлі біз сабақты бастамадық. Сабақты бастаудан алдын сіз сабаққа кірген кезде, сабаққа кірер алдын мұғалім үйренуден талмау керек. Сабаққа кірген кезде оқушы ол мұғалімге қараған кезде ол кісіні бір тұлға ретінде қабылдайтын кісі болу керек. Одан кейін басқа мәселелер кете береді деп ойлаймын. Оның қалғаны енді талаптар, ерекшеліктер. Сен фанатсың ба? Ізденесің, барасың. Сол да. Ал екінші ұстаным деген ең алдымен адалдығың ғой. Сенің өзің адалдығың сияқты кәсібіңе өзің адалдығың ғой. Мұғалім оқушыға арасын сабақта әңгіме айтып тұрған кезде айнаға қарап өзіңнен ұялып тұрмайтындай деңгейде болу үшін адалдық керек. Енді бір сұрақ қойғым келіп тұр. Енді айтып жатсыздар ғой, мұғалім келбеті қандай болу керектігін. Енді сіздердің әрбір облыстарда мектептеріңіз бар, иә? Сол мектептерге кадрды қалай қабылдап жатсыздар? Или немесе айтқанда, жалпы директорлерді қалай таңдап жатсыздар деген сияқты кадр мәселесін бір қоятын бір талаптарыңыз бар ма? Енді ол мынандай ғой, не бойынша бекітілген өз талаптар бар. Конкурстан өтеді, үйтеді, бүйтеді деген критерийлер бар. Олар енді жайда. Сол критерийдің ішінде немесе одан да бөлек өздеріңіздің мұғалім алдыңызға келді. Сіздің главный бастапқы ұстанымыңыз қандай? Басшылыққа нені аласыздар? Бұны енді кішкене андай форматта жауап берсек, басқа да директорлерге кеңес ретінде мемлекеттік стандартқа бағынбайтын. Өйткені шаблонға салып тастау ауырлау. Мен үшін бірінші стандарт мұғалімнің өз пәнін білуі. Пәндік білімінің жетік болуы. Өйткені сен мұғалімді тәрбиелейсің бе, пәндік біліміне оқушыны тәрбиелейсің бе? Осы сұрақ, бірінші сұрақ. Яғни біз пәннен тест аламыз. Соған чекті балл қоямыз. Мысалы, ұлттық бірыңғай тест сияқты тест қоямыз. Осы чектік балдан асқандар екінші турға кетеді. Екінші тур мен өзім 8 қалада, Қазбөлім ұлттық лицейдің 8 қаласында да сұхбат өзім жүргіземін. Офлайн немесе онлайн. Ол жерде негізгі басты қарайды. Ол мұғалімдік мамандықты қаншалық сүйеді деген тұрғыда. Оны бір жеке сұрақтарыңыз бар? Жеке сұрақтармен. Егер мысалы сен мамандығыңды сүйесің ба десең, ол айналып жауап беріп кетуі мүмкін да, сүйем, әйтем, бүйтем деп ше. Оны суырып бақтатып отырып, басқа нәрсе айтып отырып, бір мысалдар айтып отырып, ішіндегісін шығарасың, тығырыққа тіресең, енді адам не істейді да? Мысалы, өзінің мамандығын жақсы көретін адам, мұғалімдік мамандықты жақсы көретін адам, сол қоғамда мұғалімдік туралы қандай жаңалықтар болып жатыр, қандай немелер болып жатыр, үнемі хабардар жүреді ғой. Иә? Ал қызық емес адамдар, тіпті бізде мынандай адам бар, біз Қазбөлім ұлттық лицей деп жазып, ұлттық мектеп деп жазып қоямыз, иә? Келеді да, орыс тілінде түйіндемен көтеріп келеді. Болды, арғы жерде әңгіме тоқтау керек. Сөйлеспейсіз ары қарай. Ары қарай тоқтау керек. Өйткені неге? Сен ұлттық мектеп деп отырсың. Сен адам, мұғалім жауапкершілікпен өзіне қарайтын адам, жауапкершілікпен ертең сабаққа да солай келуі мүмкін да? Дайын емес, былай айтқан. Жауапкершілікпен қарайтын адам, мен қазір кіммен бар сөйлесем, ол маған қандай сұрақтар қоюы мүмкін, не туралы сұрақ қоюы мүмкін деген дүниені ойланады. Бір ой өткізіп, одан кейін барып сұхбатқа келісім береді. Иә? Ал ой өткізген адам, бұл қандай мектеп деп сен туралы іздеп алады да, немесе бұның басшысы қандай сұрақ қоюы мүмкін, іздеп алады. Яғни ол ізденімпаздығы. Саған келеді да, қазақша келу керек пе еді, білмептім деп тұрма, болды, әңгіме ары қарай жоқ. Өйткені ол адам ізденісі нашар адам деген сөз да. Тура қарапайым мысалдар. Мен көріп алған біраз адам түйіндемесін дұрыс болады ғой. Басшылыққа сіз жаңағы өз білімі және ұстанымы ғой. Екі дүние. Яғни пәндік білімі, ұстанымы. Ал ары қарай оның методикасын, немнесін, шабытын ашып аласың.
тәрбиелеп аласың. Стаж басқа нәрселер қызық емес. Қызық емес. Өйткені категория алып алғандар бар, мынандай папка жинап. Білім төмен сол. Қағаз жүзінде шеберлер. Қағаз жүзінде шебер. Ана бір кезде жазған мақалам бар, бүгінгі мектеп керексіз қағаздардың мұражайы деп. Негізі келісетін мәселелер бар сізбен, бірақ енді біз қатты онда радикально қарай алмаймыз мұғалімдерге. Өйткені жаңағы облыстарда, Шардарада бір мектебіміз бар. Кейбір жағдайларда толық талапқа сай емес мұғалімді алу керек болады. Себебі мұғалім таппайсың. Мынандай үмітпен аласың. Ол мұғалім біздің жүйемізде ары қарай дамиды. Мынандай біз өзіміздің арамызда көп пікірталас болады командамызда. Мұғалім бізге келіп дамыта берсек мұғалімді, сосын ол бізден кетіп қалады ғой дейді да. Сол басшылықтағы бір кісі біз бүйтіп айтып еді. Ол бізде қалып дамымай қалғанша лучше дамып солай кетсін дейді. Өйткені бізде 3 жыл бойы дамымай бізге зиян тигенше ол мұғалім, ол студент бізге келсін, дамысын, өзгерсін, өссін, ары қарай басқа бір мекеме жұмысқа тұратын болса кете берсін дейді. Бірақ бізде мұғалімдерді алған кезде әрине өзінің бір стандартный талаптары бар, тест тапсырады, бір қымыжысын көрсетеді, бір презентация жасап көрсетеді, мүмкін болса бір 15 минуттық сабақ жүргізіп көрсетеді. Бұлардың бәрі формальность қой, бұлардың бәрі болады. Бірақ біз өзіміз академ департамент ретінде рекрутинг жасайтын командаға талап ретінде әрқашан айтатынымыз дамуға ашық, көз жамып тұрған мұғалім болсын. Маңызды емес қағаз түрінде жаңа шебер болсын, немесе 15 жылдық стажы болсын. Біз жаңа мұғалімдерге тренинг жүргізген кезде шеберлік сағатта айттым да, 20 жылдық тәжірибесі бар мұғалімдер бар. Бірақ оны дұрыс түсіну керек. Сіз 20 жылдық тәжірибеңіз бар ма? Немесе 1 жылдық дайындап алған сабағыңызды 20 жыл бойы қайталадыңыз ба? 20 жыл бойы өзгертпей бәрін дайындап алған, бағдарлама өзгермеген, слайдтары, қымыжылар бәрі дайын, соны ғана қайталайды. Бұл дұрыс емес. Бұл енді қатты тәжірибе деп те айта алмайсыз, бәлкім бір пайдасы бар шығар онда. Сондай талаптар бізде. Формашылдыққа ұрындырады ғой. Ана бізде мен айтамын да, егер қымыжы талап етсек, мен директор ретінде қымыжы талап етпейтін басшымын. Мұғалімнен қымыжы талап етпеймін. Мен сабағына кірем ба? Мұғалімнің сабағы жанып тұр ма? Жазбай қойсын қымыжы. Не үшін? Өйткені біз қымыжы талап етеміз да, өте-өте параллель көп мектептерде ғой, мысалы, мысалы мен Алматыдағы мектебімді алайын, 9 сыныптан 6 сынып бар дейік, 6-ауына бір қазақ тілі мұғалімі береді дейік. Егер қымыж талап етсең, 6-ауына мұғалім бір қымыжымен келуі мүмкін да. 6-ауына бір қымыжы жұмыс істемейді. Әрқайсысына жеке, әр сыныпқа. Ал әрқайсысына жеке жаз десең, онда мұғалім қымыж жазумен жынды болып кетеді. Мүмкін емес ол. Мүмкін емес. Ол жерде мұғалімнің несі жұмыс істейді? Ситуацияға байланысты бағанағы алып шығу, процессті алып шығу мәселесі да. Яғни бір қалып жасап алды, ары қарай негізді. Ал сен қымыж талап етсең, ашық сабаққа кіргендей. Ашық сабақты театрландырған қойылым деп атаймын мен. Ашық сабаққа кіргендей қымыжын талап ететін болсаң, сол қымыжыдан айналасынан шықпауға мұғалім өзін шеңберге тығады. Ал шеңберге тыққаннан кейін мұғалімде шығармашылық болмайды да. Сондықтан даму болмайды. Ол өнер болмайды. Өнер болмайды. Өнер емес қой дейді. Өнердің аяқ астынан. Мысалы, аудиторияға қарап сөйлеуің керек қой. Иә? Сен оқушыларға кіріп алып, мұғалімдердің әңгімесін айтпайсың, мұғалімдер кіріп алып, оқушының әңгімесін айтпайсың. Деген сияқты аудитория қарап та. Енді бағанағы сияқты мына кісілер айтқандай кетіп қалу деген дүние ол мен былай ғана қараймын. Біз енді Ақтауға 12 күнге біз семинар өткіздік жазда, мұғалімдер жатағын, жолын төлеп кәдімгі жатын орын тамақ мәселесін шешіп. Өткенде 10 жылдықта Алматыда өткіздік. Сол кездерде жұрт сұрайды, бюджет жасап, 170 мұғалімді Ақтауға апару деген енді аз ақша емес қой. Кетіп қалса не істейсіңдер дейді. Айтамын, кетіп қалса, ол тағы бар қазақтың баласының алдында тұрады ғой. Менің балам менің арманым қазақтың баласына білім беру ма? Ол мен де берсін деген эгоистік емес. Істей берсін. Өте дұрыс түсін. Қай жерде істейсің? Не қыла берсін? Мен мына бәсекелес мектептерге де соны айтамын да. Қазақ мектептер енді ашылып жатыр ғой қазір, жекеменшік мектептер. Кәдімгі бәсеке көреді да. Мен айтамын, мысалы Алматыда 350 мың оқушы бар.
айналайын ары кетсе 3,5 мың бала оқытасың ғой, қойшы. Саған да жетеді, маған да жетеді. Сондықтан сен өзіңнің дамуыңды, өзіңнің немеңді көрсет. Жұрт туралы әңгіме айтпай қой. Тура солай. Тура мұғалімдерде тура осылай болды. Өзінің дамуын көтеру керек. Мектептер өзінің дамуын көтеру керек. Әрбір мектеп, әлгі әрбір адам жеке тұлға дегендей, әрбір мектеп жеке даму траекториясын көрсетсе, маңайындағы мектептер үлгі болады. Неге мысалы қарай? Кәдімгі өмірдегі мысал ғой. Оңтүстікке барсаң үй салудан жарыс өтіп жатады. Елдің бәрі этаж үй салып алады. Өйткені көршісі салып алады да, анау, мына үй болмады, мыналар салып алды деген ұят та бір түрлі. Ал солтүстікке баршы. Мысалы солтүстікте 50 жылдан бері бір үй салынбаған ауылдар бар. Неге? Өйткені ешкім салмайды. Тура сол сияқты мектептерге сен бір мектепті көрсетсең, мысалы Абай 104 мектебін көрсетіп жүр, мына жерде 103 мектеп тұратын болса, Абай мектебі мынандай нәрсе өткізіп жатты. Біз де істейік деген бір дүние туады да, бұл дамуды келтіріп шығады. Яғни бәсеке дамуды келтіріп шығады. Мысалы мұғалімда да дүние, өйткені адамның біздегі көп сөйлейтін ба? Біздегі немене қояды да, мысалы Финляндиядағы сияқты біздің балаларды бағаламай қою керек деген сияқты әңгіме айтады да. Финляндияда балалар бағаланбайды екен дейді да. Оны әкеліп біздің балаларға қолдана алмайсың. Өйткені финдер, дүниенің жарысы жоқ оларда. Мысалы мен бардым Финляндияға, тоз болып кеткен футболкамен директор алдымнан шықты да, аяғында май тапшыка. Бетіне қарады, директор деген кезде бүкіл біздің барған адамдар бүйтіп қарады. Директор ма деп. Енді ананың киімін біздің директорлар, біздің мұғалімдер үйінде кимейді. Оларға дүние жоқ, яғни жарыс жоқ та, санада жарыс жоқ. Оларға келіседі. А біздікілер тумай жатып жарысады. Оны керісінше пайдаға жарату керек пе? Бәсеке. Сондықтан бізді мұғалімдерді жеке өзінің тұлғалық дамуын қолға алатын дүние керек. Өте керемет. Енді жаңа кадр мәселесіне тағы бір сұрақ қойын дедім сізге. Сіз мысалға айттыңыз ғой, екі ұстаным ұстаймын. Бірінші пәндік білімі жеткілікті болу, екіншісі жаңа өз пәнін сүю. Мұғалім жаңа сүю дедіңіз. Егер жас маман келсе, тесттен бал жетпей тұрса, бірақ көз жанып тұрса дейсіз. Онда оған шарт береді. Жарты жыл көмекші мұғалім. Оларға мүмкіндік бересіз. Берем, ізден, не істе. Сосын екінші нәрсе, білімі жетпей тұр деген сұрақ қоямыз. Неге білімі жетпейді? Біреу, шыны керек, мен үнемі қайталап айтатын бір сөзім бар, табысқа жетпейтін адам өзін ақтап алатын сылтау табады депші. Негізінде былай қарасақ, мен мұғалімдік мамандығын сүйетін адам. Мысалы, қазақ тілі дейтін мұғалім келіп тұр, мен сөйлесіп отырасың ба? Қазақ тілі дейтін мұғалім келіп тұр. Соңғы рет қашан қандай кітап оқыдым десем, 3 жыл бұрын екінші болман оқыдым десе, мен жақсы сау болды. Қазақ тілі дейтін мұғалімі 3 жыл бұрын екінші болман оқыдым деп отырса, жақсы сау бол деймін да. Керемет. Өйткені ол өзінің болды, ары қарай дамымайды жоқ. Дамымайды. Жаңағыдай ауырмайды деген мәселе. Ауырмайды ғой. Қазақ тілі дейтін мұғалімі кітап оқымайды. Бізде өкінішке орай мен мұғалімдарға да семинар жүргіземін ғой. Ренжитін шығар, ренжи берсінші. Мұғалімдарға семинар жүргіземін, зал толып тұрады. Соңғы 2 жылда 3 роман оқыған адам қол көтерші десең, 100 адам ішінен 2 адам қол көтеруі мүмкін да, 3 адам қол көтеруі мүмкін. Өкінішке орай да, бұл енді трагедия. Енді осындай адамдар бал жетпей тұрса, көз жанбақ түгілі от бүркіп тұрса да, енді олардың көз жанбайтын шығар. Қарайсың. Қаттырақ рөлге кірбаса жандыра береді. Бұл жерде сіз кітап оқумен бір мысал бердіңіз ғой. Бізде енді жүйеде сол мұғалімдерді жұмысқа шақыратын, интервью өткізетін кісілер өздерінің қойылатын белгілі сұрақтары бар. Кезінде мен де бір сондай интервьюдан өткен кезде мынандай бір сұрақ қойылады. Сіздің алдағы 5 жылдағы жоспарыңыз. Сен ойлайсың ғой, сұрақ сұрап жатқан адам сенің жоспарыңды білгісі келіп тұр. Сен 5 жылда қандай жоспарың бар, не жасамақ ойың бар деп ішіңді ашып саласың ғой.
негізі сұрап жатқан адамға сіздің жоспарыңыз маңызды емес. Біз де мұғалімге сұраған кезде негізгі мұғалімнің 5 жылдағы жоспары маңызды емес. Әрине маңызды, адами тұлға ретінде қарайтын болсаң 5 жылда ол не істейді, қай жерге барады, ол маңызды. Бірақ бізге маңыздысы сол 5 жылдық жоспарды ол кісі қанша уақытта айта алады. 15 секундтың ішінде 5 жылдық жоспар тоқтайтын болса, ол кісі терең емес. 5 жылдық жоспарын десе айтады ғой. Жақсы мұғалім болып қалыптасу. Бітті ғой жоспар. Сол жердегі жоспар, сол жердегі сіз үшін айтылған әңгіме да ол. Сол үшін ол жерде сұраған кісілер, әрине жүздеген, мың адамға дейін собеседование өткізген кісілер болады ғой. Олар әркімнің жоспарын жаттап жүрмейді ғой. Олар тек қана ол кісінің жоспарын айтып жатқан кезде кәдімгі талап бойынша уақыт өлшеп отырады. Мысалы, 1 секунд пен 20 секундтың арасында сөз бітіп қалса, демек бұл кісінің жоспары жоқ. Айта алмайды. Кейде сұхбат барысында мұғалімді сөйлетіп, не жақсы нәрсе естіп қалу үшін сөйлетесің, не болмаса мұғалімнің деңгейін біліп алу үшін көбірек сөйлеткің келеді да, сұрақ қоя бересің ғой да. Қысқасы жауап. Өйткені мұғалім әрбір сөйлеген кезде өзінің әрекеттерінен, ізденетінен, ізденбейтіндігінен ашылады. Көрсетеді да. Бос шелек болса даңғырлайды, терең шелек болса, енді ол түсінікті ғой, тура сол айтты. Сондықтан көбірек сөйлеткіміз келеді. Керемет. Келесі мәселе, бізде енді жаңа айтқандай, екеуіңізде де әр облыстарда мектеп бар. Сізде 8, сізде 12 мектебе? 8. Сізде де 8. 8 қалады. 8 мектеп бізде енді қосымша білім беру орталықтары бар бөлек. Енді осы мектептерді ашу барысында сіздерде екеуіңізде мұғалімдік жаңағы саласында жұмыс істеп, сабақ беріп келдіңіздер. Енді осы мектептерді ашудағы негізгі мақсат, қандай проблемаларды ойлап осы мектеп ашайық деген ойға келдіңіздер? Бізде енді ең алғаш, біз Қазбілім биыл 10 жылдығы, ең алғаш мектепте жүрген кезде, ол кезде әлеуметтік желі бұлай дамымаған кезде, осыдан 10 жыл алдын. 10 жыл алдын, 2014 жылы әлеуметтік желі дамымаған, ол кезде сайтта жақсы жұмыс жасап жатқан. Содан оқулық туралы жаздым, анау туралы жаздым, мынау туралы жаздым, сосын бәрі бір білім саласы туралы, ұрпақ тәрбиесі туралы тұрақты жазып тұратын бір сайт болса деп ойладым да, тіркеп сайт аштым. Ол кезде мен мектеп мұғалімімін, Қазбілім KZ деген сайт ашып, тұрақты білім саласындағы жаңалықтарды немене қылып, екі жігіт бірігіп жүргізіп отырдық, сайт жүргізіп отырдық. Сосын 2015 жылы сол сайт жүргізіп, телеарнадан сұхбат болып жүрген кезде екісі вице-министр бар, түрменің көзімен деп кітап жазып шыққан. Түрме вице-министр көзімен деп кітап жазып шыққан кісі. Сол кісінің аяғын басып кеттім. Сонымен бір звонокпен бір күнде 3 жерден жұмыстан шығарып жіберді. Қосымша білім беру орталығында істейтінмін, мектепте істейтінмін. 3 жерден бір күнде жұмыстан шықтым. Баста 220 мың теңге кредит, 120 мың теңге пәтер төлеуім керек. Жұмыссың, келіншегің декретте. Ал енді ойланып көр. Сосын жұрттың үйіне барып сабақ бере бастадым. Үйіне сабақ берсем, біреу аяғыңа қарайды, біреу басыңа қарайды. Сосын болмайды дедім да. Сосын бір 120 метр квадрат жер алып арендаға орталық аштым, білім беру орталығы. Өзіме бір 30 баладай жиналған химиядан. Енді ол кезде олимпиадамен енді көрініп қалған мұғалімнің үлкен жетістікке жетіп. Сосын орталық аштым да, сосын оқушылар келген ата-аналар математика керек еді, қазақ тілі керек еді деді. Мұғалімдер тізбек тауып 5-6 мұғалім басын қосып, солай Қазбілім орталығын аштым. Сосын Қазбілім орталығын ашып, кейін сол оқулықты сынап жүргеннен кейін бізде оқулық жазып көрсетіп, ұлттық бірыңғай тест 2017 жылы жаңа форматқа көше салған кезде матсауаттылық деген пән шықты, оқу сауаттылығы деген пән шықты. Бұл қандай пәндер деп жұрт дал болып жатты. Сосын мен мұғалім айттым, бір 15 нұсқа тест шығарайықшы, оқу сауаттылығына, математикалық сауаттылықтан. Жұртқа не екенін көрсетейікші деп, солай кітап шығаруды бастап кеттік. Солай Қазбілім баспасы іске қосылды. Сөйтіп келдік. Кейіндеп орталықтан біздің грантқа түскен әр жылы оқуға түскен, жоғары нәтижеге жеткен ата-аналардан ұсыныс бола бастады. Түстен бұрын мектепке тасимыз, түстен кейін сендерге тасимыз. Шаршадық. Одан да таңертең кеш жатқанда сендерге бере салайықшы, оқытыңдаршы дұрыстап деген ұсыныстар айтыла бастады. Сосын мектеп ашуды бастадық.
енді қазір мектеп ашып, енді биылға келген кезде біз 7-8 мектепті басқарып отырғанда әдістемелік орталықтың керек екендігін түсіндік та. Енді біз әдістемелік орталықты іске қосып жатырмыз. Әдістемелік орталық бір ортадан басқарылатын, немелерін үлкен деңгейдегі жұмыс жасап жатырмыз. Осылай, яғни қажеттілік алып келді ғой. Қажеттілікпен алып келді. Атабек мырза, сізде де қалай болды? Әдістемелік орталық деген мәселе өте дұрыс мәселе. Негізі біздің ЖО мектептері аз да болса сол әдістемелік орталықтан бастап кеткен өткен жылдары. Сол әдістемелік орталық құрастырылып жатқан уақытта мен шақыртқан едім. Мен негізі басқа жекеменшік мектепте жұмыс істеп жүрген болдым Алматыда. Бірақ сол ЖО мектептерінің құрылтайшылары Қанат мырза, Шыңғыс мырза, сәлем беріп қояйын. Сол екі кісі негізі 2 жыл алдын мектептерді аша бастады, одан алдын ОБТ-ға дайындық орталықтары, ОБТ-ға дайындық приложениесі ЖО.кз сонымен жұмыс істеп жүрген ол кісілер. Және мектеп форматында өткеннен кейін әдістемелік орталық мәселесі мұқтаждық болды, команда жиналды. Білім жағынан, тәрбие жағынан, мұғалімдердің кәсіби дамуы, академиялық департамент ретінде сол жұмыстарды жүргізетін басшы ретінде мен шақырған болатын ол кісілер. Мен шын айтсам, ЖО мектептерінен алдын өзім кәдімгі мұғалім болып жұмыс істеп жүрген едім жекеменшік мектептерде. Ал енді ЖО мектептерінің ашылу себебіне келетін болсақ, сол құрылтайшылардың қандай себеппен мектеп форматына өтті. Кейбір жағдайлар негізі Аятжан ағаның кейстеріне дейікші, келеді. Курс жасағанша мектеп аша салмадық па, толығымен оқушы сіздерге келсін деген. Негізі өзіміздің ұстанымымыз, миссиямыз деп айтсақ, жалпы Қазақстанда дарынды балаларға ыңғайлы орта бар, дарынды баланы оқытатын мектеп бар, ниш бар, бил мектептер бар, физмат мектептер бар. Белгілі плюс-минус бір санақпен қараған кезде 1%-ның көлемінде балалар оқиды сол мектептерде. Одан бөлек жақсы білім бере алатын, бірақ өте үлкен ақша сұрайтын мектептер бар. Мен енді ол мектептердің айына жылына қанша төлейтінін айтып не істемей-ақ қояйын, жалпы көрсеңіздер болады. Ол мектептерде де жақсы білім бар, бірақ өте үлкен ақшаға. Қолжетімді емес, сапалы, бірақ қолжетімді емес. Біз өзіміздің жалпы алдымыздағы 5-10 жылдағы жаңағы ұстанымымыз, миссиямыз, бізде сол Қазақстандағы 1% оқушыны қамти білсек, қолжетімді ақшаға, қолжетімді білім миссиямыз, сапалы білім, қолжетімді ақшаға. Біз қолжетімді білім деп жатырмыз ғой, мыналарда жолдарда бар, бізде бар. Біз қолжетімді білім деп жатқанды, бірақ біздің қоғам қолжетімді білім деп санамайды. Әлі оған келе қоймады. Өйткені білімге инвестиция салу, балаға инвестиция салуға қоғам дайын емес. Тегін мектеп, мемлекеттік мектеп, тегін мектеп деген дүниеде. Негізі есі дұрыс қоғамда білім сапасы дамыған қоғамдардың барлық жерде мектеп бір ауысымды. 2 ауысымды мектепте мен шыны керек көп нәрсеге жаным ашиды. Мектептің әкімшілігінен сұрасаң, стандарт орындалмайды. Мектеп әкімшілігі ретінде стандарт орындалмайды, мемлекеттік стандарт орындалмайды. Ал мемлекеттік стандарт орындалмаған жерде сапа сұрау қиын дүние. Сосын 2 ауысымда баланың білімі төмен болады. 2 ауысымға қалған баланың білімі төмен болады. Оны мойындау керек та. Өйткені 2 ауысымның баласы 7,5 сағаттан шығады. Үйіне барғанша 8 болады, тамақ ішкенше 9 болады. Ұшып жығылып құлайды. Ол ұйықтаған бала таңертең сағат 11-де тұрады да, беті қолын жуып айтып өткенше сабақ болады. Сонымен үйінен сабақ құрамаған күйден келеді. Әртүрлі мектеп істеп көрдік қой. 2 ауысым бізде мектеп баланың білімін жоғалтатын ауысым. Ал бізде өкінішке орай жұрт айтады, ой, осы балалардың білімі 5-6, 7 сыныптарға түсіп кетеді деп айтады да. 2 ауысымға ауысым. Бәрі 2 ауысымда оқитын мектептер солардың. 5, 6, 7 бәрі 2 ауысымда оқитындар. Сол кезде жоғалтып алады да білімін. Бірақ оның басқа нәрседен іздеп жүреді. Өйткені қайталау болған жоқ қой. Әйтеуір 3-тен 1-ін оқитын бала таңертең қаласа да қаламаса да 8-де мектепке барады. Сағат 1:30-да түседі. Үйіне бір ұйықтап тұрса да сағат 3-тен кейін 4-тен кейін мектепте сабақты бір қайталауға уақыты болады ғой, талап баратын. Кешкі ауысымда ондай дүние болмайды. Мүмкін емес. Осы мәселеде мына ауысым деп айтып жатырмыз ғой. Қазіргі мысалы өткен алдыңғы жылғы статистика бойынша 3 ауысымды мектептерде
бір 142 мектептер бар екен да, 3 ауысым мектептерде оқып жатқан. Ол ресми статистикада ресми бойынша, ол әрине бейресми статистика деген ол мүмкін. Мысалы мектеп 1200 балалық, ол жерде 3000 бала оқиды, бірақ ресмиде 2 ауысымды мектеп. Ондайлар бізде жетеді. Мен сол үшін айтамын, бізде егер ресми санақпен қарайтын болса, бізде кемінде 500 мектеп бар, 3 ауысымды. Енді ресми нақты қарайтын болса, көзбен мектептің сыйымдылығымен оқып жатқан баласын қарайтын болса, мысалы осы мектеп 1200 балаға арналған, 2500 бала дейтін болса, оқып жатыр дейтін болса, онда қанша бала 3-ші ауысымда, 100 бала 3-ші ауысымда деп қарасаң, онда бізде 500 мектеп мында шығады 3 ауысымда. Осы мәселеде енді орын тапшылығы болып тұр, оқушыларда орын таппайды. Жаңағы орын таппай баптанбады. Сондай болып тұр. 270 мыңдай адам алдыңғы жылы енді ресми бойынша орын жетпепті. Енді ол жаңағы статистика болжамдаған, 2000 сарапшы жиналып шығарған статистика бойынша 2026-ға ол 1 миллионнан асып кетеді екен, ол орын жетпейтін мәселе. Осы мәселеде сіздер мектеп салып жатырсыздар, сол қарқынына қалай? Сіздер қанша оқушыны қамтып жатырсыздар? Енді ол мен бұл мәселеде мен саяси соғып кете берейін. Бұл мәселеде мен жергілікті әкімдіктер президенттің министрліктің бағдарламасына кері жұмыс істейді деп ойлаймын. Президенттің министрліктің бағдарламасы бойынша мектеп саламын десең, жер тегін берілу керек. Сіздерге? Ал жері бар, бір облыстан барып жер сұрашы. Кешірім сұраймын, жер жоқ дейді. Осыдан кейін, мәселе осыдан туындайды да. Егер жер берсе мектеп салам дегенге, онда бағанағы 3 ауысымды мектеп басқа шешіледі. Мемлекет өзінің 3 ауысымды мектеп шеше алмайтындығын осы 33 жылда түсінді деп ойлаймын да мен. 33 жыл. Мен 2010 жыл мұғалім болып келдім ғой. 2010 жылы 3 ауысымды мектеп деген телеарнада айтылып жататын. Біз 3 ауысымды мектеп шешуіміз керек, бәлен мектеп салынады, 1000 мектеп, 1000 аурухана деген жоба қабылданды, 3 ауысымды мектеп бітеді деп. 2024, 15 жыл өтті. Әлі шешілген жоқ, әлі сол сан. Одан да көбейді. Одан ауырлайды. Себебі өткен жылғы санақ бойынша Қазақстанда 11 сыныпты 176 мың бала бітірді. 2023-те. 4 сыныпты 410 мың бала бітірді. 3 есе кете жатыр. Жұрт айтады 9 сыныптан кетіп қалатын еді. 9 сыныптан қанша бала кететінін бәріміз мектепте жүрміз ғой, білеміз ғой. Сондықтан бұл жерде егер жеке мектептерге әкімдік, министрліктің, президенттің тапсырмасын дұрыс орындап, мүмкіндік тудырса, даму сияқты мекемелер қосымша қаржымен, мемлекеттің бөлген бағдарламаларымен қаржыны игерсе, мектептердің мәселесі шешіледі. Мені қорқытатын мынандай жағдай. Қазір осы біздің нарықты көрген шетелдік құрылтайшылар Қазақстанда мектеп ашуды жиілетіп жатыр. Астанада мен қаншама мектепті білемін, үнділер ашқан, шетел құрылтайшылар ашқан. Солтүстіктерді де білемін. Әне күні бір кісі оңтүстікте мектеп ашам деп кетті, 3 мектеп ашып кетті, ашам деп кетті. Ертең біздің идеологияда ішімізде өзге елдің жұмсақ күшімен тәрбиеленетін мектеп шыға ма деген қорқынышым бар да. Сондықтан біз Қазақстан азаматының білім саласына инвестиция жасап мектеп ашқанда қуануымыз керек және не болуымыз керек. Енді қазір қазір мектептерінде қанша? 3,5 мыңнан астам бала бар. 3,5 мың. Сіздер 7-ден бастап оқытасыздар? 5-тен. 5-тен бастап. 5 сыныптан 11 сыныпқа дейін. Керемет. Сіздерде? Бізде мектептердің барлығы 7-ден бастап оқытамыз. Тек бір мектебімізде 10 бар. Келесі жылы ол да 7-ден бастап оқытатын жоспар бар. Жалпы қанша? 3000, қазір 3000-ға жақын оқушы бар. 3000-ға жақын оқушы. 300-ден астам мұғалім біздің жүйемізде. Штат дейміз ғой, штатта жұмыс істейтін мұғалімдердің саны 300-ден астам. 3000-ға жақын оқушы бар. Енді бізде мектептердің ашылу жүйесінің өзінің спецификасы бар. Кейбір мектептер арендада, кейбір мектептер жаңа өзіміздің келісіммен салынған мектептер де бар. Ол әр қаланың, әр облыстың өзінің талабына немесе сұранысына сай
мектептер. Бірақ жалпы келешекте ашылатын мектептер болып жатса, жаңа біз негізі дұрыс мәселені қозғадық қой. Бізде Қазақстанда кейбір облыстарда миллиондап ақша құртып той жасау ол жақсы, жасайды, бірақ білімге келген кезде 50 000 теңгесін аяйды адамдар. Сол үшін ол белгілі анализ, белгілі бір сараптамадан өтіп, кейбір жерлерде мектеп ашу жоспарда бар. Әрине жаңағы ішкі дүниеміз өңірлерде кез келген жаңағы кішкентай қалалардың бәрінде бір мектеп ашылса деген арман ғой. Бірақ бәрібір де бір бизнес проект, бизнес модель ретінде бастағандықтан мектептер қай жерде ашылғаны ыңғайлы және қай жерде ашылғаны қатты ыңғайсыз. Ол бәрі жаңағы ақша мәселесіне келіп тіреледі. Ақша мәселесі болады, кадр мәселесі болады. Жалпы сол жердегі халықтың төлем ақы төлей алады, төлей алмайды, сол мәселелер бәрі қаралады. Менде де сәл басқаша бар. Бұл жерде менде таза бизнестік модель емес. Менде енді экономистерім, қолымдағы экономикамен жауап беретін кадрларым ренжиді менде. Өйткені мысалы Қостанай облысында ұлттық мектеп, таза қазақ тілінде, Қостанай қаласында минусқа кіріп жатыр. Таза минус. Оны басқа орталықтармен қамтамасыз етіп жабасыз. Өйткені бізде мысалы бірде-бір өзге тілде құжат жүрмейді, бірде-бір өзге тілде жарнама жүрмейді. Біздің парақшамызда бірде-бір орыс тілінде ақпарат жоқ. Мысалы Қостанай қаласында жұмыс істеп отырмыз. Сонымен өйткені қазір Қарағандыдағы мектепте біз үшін минустағы мектеп. Өйткені Қарағандыда бізден басқа қазақ тілді жекеменшік мектеп жоқ. Қазақ тілді орта жекеменшік мектепке бере ма? Ақылы мектепте ақылы оқыта ма деген сұрақ туындатады да. Енді Алматы, Астана сияқты қалаларда плюспен жұмыс істей беруге болады. Ал солтүстігімізде мен сияқты таза қазақ мектебі үшін, сосын бізде орыс сыныбы жоқ, орыс бөлім жоқ. Сондықтан таза біздікі Марғұлан Сейсенбай бизнес тренер ғой, сол айтады, патриоттық бизнестің жауы бизнес патриотизмнің досы дейді да. Сен патриотизм ұстансаң бизнесін құртасың дейді да. Біз негізі сондай бір әлгі бір рисктермен сөйтіп көкбеттеніп отырған мекемеміз. Мысалы 2 жыл ұстап отырмыз ғой Қостанайдағы мектепте. Қазір 90 бала қойды. Қостанай мен Қарағанды сіздің жаңа өмірлік ұстанымыңызды қамтамасыз етеді дейміз ба, не тойдырады өзіңіздің жаңағы. Қалғандар соларды финансовый қамтамасыз етеді. Негізі ол да бір дұрыс шешім деп ойлаймын, жақсы нәрсе. Ол да бар. Келесі мәселе, отын айтып жатырмыз, сіздердің салынған мектептердің барлығы үлкен қалалық орталықтарда. Ал бізде мемлекеттік мектептер 6900-дай бір дана болса, олардың 68% ауылдық мектеп. Оқушы саны ауылда көп. Олардың білім сапасы әлі күнге дейін жете алмайды қалаға. Осы мәселе. Мектеп саны ауылда көп, оқушы саны қалада көп. Иә, оқушы саны қалада көп. Мектеп саны аз болғанмен қаланың оқушы саны ауылдан көп. Енді шыны керек, ауылдық мектеп деген дүние бар ғой. Қиын. Егер ауыл дамымаса, ауылдық мектепті дамыту мүмкін емес. Соны түсіну керек та. Жаңа санаға байланысты дейсіз ғой. Жоқ, ол ауыл дамыса, оған тұруға адамдар барады. Сонда кадрмен дамиды. Сен ауылдағы мектепті ұстап тұрып, ауылды дамытам деген өтірік. Ол таза өтірік болып кетеді. Біз енді қазір ұлттық lisейін алдағы жоспарға бір қызық жоба болсын деп біз қазір Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Жымпиты деген ауылдан жер алдық, мектеп салуды осы жақында бастаймыз деп отырмыз. Енді көрейік деп тұрмыз да. Ауылда қалай болады екен? Менің орынбасарым ұрсады, Қостанай мен Қарағандыны бағып отырғаның аз ба дейді да. Тағы біреуді бар. Айтам, Астананы ашып жатам, Жымпитыны бағам деп қалжыңдаймын да. Біз егер шынайы ойлайтын болсақ, бұл қадамға баруымыз керек. Егер шын патриотпыз десек, онда ауылға да жекеменшік мектепті апаруымыз керек. Өйткені тек қана бизнес моделмен ақша бар жерді қуа берсек,
онда тұтас қоғам радикалданып кетеді. Бізде 8 мектептің үшеуі кіші қалаларда. Негізі үлкен қалаларда жаңа оқушы санының көп болғандығынан, бәлкім кадр мәселесі жеткілікті болғандықтан сол қалаларда бастаған. Шымкент, Ақтау, Алматы қаласында 3 мектеп бастаған болатын өткен жылдары. Осы жылы Шардарада ашылды. Алматыда Бесағаш. Қалаға жатпайды, қаланың шетінде Бесағашта ашылды. Және кішкентай қала ретінде саналама саналмай ма білмеймін, бір мектебіміз Екібастұзда. Ол бірақ бастауыш мектеп. Сол мектептің жүйесін жалпы біздің әдістемелік орталық арқылы басқарылады. Ал келешекте келесі жылдарда негізі өте дұрыс ұстаным деп ойлаймын. Ақыры мектеп ашылатын болса, үлкен қалада оқушы көп болғанымен негізі альтернатива бар. Мектеп бар, қалалық мектеп бар, немесе жаңағы үлкен ақшалай оқытатын жақсы мектептер бар дейік. Дарынды балаларға мектептер бар. Ал кіші қалаларда мектептер жеткілікті де болуы мүмкін, бірақ жақсы сапалы білім бәсеке жоқ. Бәсеке жоқ. Сол мәселені шешу үшін бәлкім кішкентай қалаларда ашу мақсатымызда бар. Бірақ бұл жерде мынандай сұрақ туындайды да, кішкентай қалаларда ашқан кезде риск бар. Өйткені кадр мәселесі, өйткені оқушылардың жалпы деңгейі, енді сен бара салып 3-5 жылдың ішінде сол белгілі бір дәрежеге келген оқушыдан бір керемет нәтиже шығара алмай қалуымыз да мүмкін, ол мәселе бар. Бірақ біз өзіміздің өңірлерде кіші қалалардағы қала ашудағы риск мәселесін қалай өзімізді сендіріп жатырық, осы рискті бола тұра не үшін мектеп ашамыз деген сұрақ қойып. Біз IT-дің немесе жаңағы цифрлық технологиялар арқылы бір әдістемелік орталықта жасалатын немесе бірнеше мектепте тәжірибелі мұғалімдердің жасай алатын мәселелерін сол басқа өңірдегі кішкентай қалаларға жеткізе білу. Бәлкім ол жердегі мұғалім белгілі бір сабақтағы белгілі жақсы стандарттарды қалай өту керек екенін білмеуі мүмкін. Біз әр мектепке барып семинар тренинг жасайтын болсақ, оған уақыт кетеді, қаражат кетеді, ол қиындау болуы мүмкін. Бәлкім белгілі бір уақыт ішінде сіз тек қана сол кісілерге белгілі уақыттың ішінде мына стандартты орындасаңыз болды деп айтасыз. Ол кісілердің тек қана жасайтын мәселесі сол сіздің қойған стандарттарға сай жұмыс жасау. Бәлкім арасында сіз түсіндірме жұмыстары жасап өтесіз. Бұл мәселе не үшін айтып жатырмын? Өйткені біз мына мәселеден қашу керек та, біз барлық мәселені дайындап алайық, сосын барып мектеп ашайық. Ол кезде 2030 емес, 2050-2060 болып кетеді да. Белгілі мәселелерге рискқа кіру керек. Мұғалім жетіспей жатса, бәлкім кейбір мәселелерде жаңағы төмендеу дәрежедегі адамды алып, сіз ол кісіге үйретемін дегенше уақыт кетеді, сіз оған белгілі стандарттарды қоясыз. Мына мәселе бойынша жасайсыз, мына форматта жасаңыз. Осылай жасап көріңіз, әрине адами қарым-қатынаспен беру керек та бұның бәрі. Кейбір жерлерде тәуекелге бару керек дейсіз ғой. Әрине, тәуекелге бару керек. Кадр жетпеген өңірге пәтерін жалдап беріп, үлкен қаладан кадр апарып отырмыз. 3-4 облыста кәдімгі пәтерлер жалдап тастап, мұғалім апарып отырмыз отбасымен. Сіздерде де солай, меніңше батыс жақта. 2 қалада пәтерлеріміз бар. Алматыдан барған педагогтар бар, сол жақта мұғалімдер. Әрине, бірақ мынандай мәселе ғой. Жалпы тенденция, мысалы, батыста мен мұғалім боламын деген аздау. Ондай қиындау мұғалім табу. Әрине, көбісі Алматыға келгісі келеді, үлкен қалада болғысы келеді. Енді белгілі шарттарды жасасаңыз, пәтерін алып берсеңіз, бәлкім жалақы мәселесі, тек қана пәтер жалақы емес, бір мұғалім мектепте өзіні менің мектебім деп сезіне алса, сол мәселеге қатты маңыз бөліміз деп бір мектепке мұғалім келгеннен кейін ол мектепті бір жылдың ішінде менің мектебім деген сезімге жетсе, ол мектепте қалу ықтималдылығы жоғары болады. Тек қана пәтер, тек қана жалақы мәселесі емес. Ол мәселе бізде приоритетте тұрады әрқашан мұғалімге. Керемет. Енді бір мынандай сұрақ қойсам деп отырмын. Жаңа айтып отырсыздар ғой, кадр жетіспеушілігін солай істесек болады деген сияқты. Осы кадрды мысалға мектептерде кәсіби жетілдіру үшін мысалға біздерді курстарға, семинар, тренингтарға жіберіп отырады. Сол жалпы сіздер қалай дамытасыздар деген сияқты. Әрбір кадрларыңызды кәсіби жетілуін. Біз Қазбілімнің өзінің жылда ұйымдастыратын семинар тренингтер бар.
былтыр Ақтау қаласында өткіздік, өткенде Алматы қаласында өткіздік деген сияқты сондай семинар тренингтер өткіземіз. Сосын бізде енді әдістемелік орталық болған дейін болмағанымен басқарушы компания департамент бар. Департаментте менің әрбір бағытқа беретін орынбасарларым бар. Солар әрбір мектепке жеке барып өткізеді. Сосын әрбір мектепте өзінде әдіскерлер бар, солар өткізеді деген сияқты тұтас. Сосын мұғалімдердің бір-бірін жетектеу, бір-бірін тәрбиелеуі. Сосын енді біз Астанада бәлен жыл жұмыс жасадық қой, білім беру орталығы ретінде. Астанадан және Алматы қаласынан, екі қаладан облыстарға барған қаншама мықты мұғалімдер бар. Солар сол облыстағы қалған ұжымды көтеруге жұмыс жасайды. Бұлар енді мұғалімдердің даму несі ғой, ал сол сіздің әр мектептегі отырған басшыларыңыз бар және өзіңіз бар, осы даму мәселесі оларда қалай? Бізде енді басшылық таза критерий, бізде кемінде 2 жыл қазбінде жұмыс жасаған адам болу керек. Біз Астанадан әкеліп түсіре салу некен саяқ амалсыздықтан болып кетпесе бір жерде болмайды. Себебі неге біз енді ұлттық мектеп деген концепциямен жұмыс жасап отырмыз ғой. Сондықтан түсіну керек. Бірінші мына жақта жұртқа ата-анаға айтып аласың, біз ұлттық мектеп, біз айтамыз, бүйтеміз деп айтып аласың да, ана жақта директорың ол не нәрсе деп отырса қиын да. Сондықтан бірінші қазбінде мұғалім ретінде өзіңді дәлелде, көр, жұмыс істе, сосын барып әкімшілікке тарту деген көзқарас. Керемет. Бізде негізі кәсіби даму мәселесі, мен әр барған мектебімде немесе осыған ұқсас бір отырыстарда айта жүретін бір мәселе бар. Енді Қазақстанда приказдарға, белгілі стандарттарға қарайтын болсақ, мектептің ішінде білім беру жүру керек, тәрбие беру жүру керек, және мұғалімнің кәсіби дамуы жүру керек. Немесе мұғалім адам, немесе былай айтайықшы, студент университетті бітіре салып, мектеп емес басқа бір жерде кәсіби дами алмайды ғой. Дами алады әрине, бірақ білім мекемелерінде дамиды да. Сол үшін бізге келген студент университетті бітірді, ешқандай тәжірибесі жоқ. Ол кісі біздің мектептерге келген кезде білет, белгілі жақсы шарттардан бөлек бұл мектепте мен кәсіби дами аламын. Әрине бұл тек қана бос айтылған сөз емес, оның ішінде белгілі талаптары, белгілі құжаттары бар. Мысалы, жаңа біз айттық қой, қағаз түрінде шебер болғанымен қаншалықты ол шебер. Жаңа педагог стандарты бойынша әр өзінің талабына, өзінің деңгейіне дескриптірлері бар, солардың бәрін ішін оқып, адами түсінікті тілге аударып, мектебімізде өзіміздің педагог стандартымызды шығардық біз. Педагог стандарты бар, бір мұғалім қай деңгейге тырысу керек. Әр мұғалім жыл басында өзінің деңгейін анықтайды және қай деңгейге тырысу керек. Ол біледі. Екінші құрал, әрине бұл андай бір тылсым бір мәселе емес, әр мектепте қолданылатын мәселе ғой, сабақ бағалау. Сабақ бағалау мәселесіне қатты маңыз бөлеміз. Неге? Өйткені көп мектептерде сабақ бағалау мәселесі формальность және қосымша стресс мәселесін өтіп кеткен. Сенің сабағына келсе, саған компромат жинауға келді, ұрысуға келді, саған сын айтуға келді, мұғалім қаламайды. Негізі ешқандай адам сынды қабылдай бермейді. Жалпы адамның психологиясы солай. Айтылған сынның бәрін қабылдай бермейді. Бірақ бұл жерде мәселесі сабақ бағалауға келген кезде сабақты бағалап кету мақсат емес, сабақты бағалау мұғалімді кәсіби дамуға апаратын бір құрал. Ал бұл мәселені жаңа әдіскер дедік қой, мектептерімізде әдіскерлер бар. Әдіскерлермен мен өзім жеке контролімді осы мұғалімдердің кәсіби дамуы жұмыста бөліп алғанбыз өзіміздің командамызда, кім қай мәселені осы жыл ішінде тікелей қадағалап отырады. Мұғалімдердің кәсіби даму мәселесі мен өзімнің жеке қадағалауымда. Әдіскерлермен әрқашан апталық жиналыстарда осы мәселені талқылап отырамыз. Оның педстандарты, оның сабаққа кірген кезде қалай бағалау керек. Әрине көп жағдайларда жаңа сабақ бағалау мәселесі қосымша стресс дедік қой. Ол мәселе құдайға шүкір біздің мектептерде одан өскенбіз. Қалай? Мұғалімдердің көбісі сабағына шақырады. Сабағыма келіңіз, маған кері байланыс беріңізші, айтыңызшы. Ол қалай орнады? Бір күнде орнаған жоқ. Кері байланыс беру форматын айтасың, алдымен не айту керек? Алдымен бір жақсы дүниесін айтыңыз. Ең бірінші сабағына кірген кезде оның бағалауының керегі жоқ. Қағазсыз кіріңіз. Отырыңыз сабағына қатысыңыз оқушы ретінде. Мұғалімді көріңіз, сабақтың соңында жақсы
болды сабағымыз, келесі рет тағы бір рет келейін деп, сіздің келесі рет келіп кері байланыс беруіңізге былайша айтқанда отыратын жеріңізді ысытып қоясыз, дайындап қоясыз. Келесі рет келген кезде белгілі талаптармен, сабағында белгілі болу керек мәселелерді қарайсыз. Әрине мұғалімнің өзінің сабаққа деген жоспары, жаңа ішіндегі бір түсінігі, сабаққа деген бір импровизациясы болуы мүмкін. Ол мәселелерге ешқашан қарсы емеспіз. Бірақ сабақтың басында сабақты жақсы өткізуге ықпал ететін факторларды қараймыз, тексереміз. Әрине ең басында мұғалімнің жасап жүрген жақсы мәселесін айту керек. Сіз оқушыларға өте жақсы мәнерлі сөйлейді екенсіз, маған ұнады. Осы мәселені тастамаңыз, ұмытпаңыз. Өйткені мұғалім білмейді оны. Мұғалімге осы мәселе айтылған кезде, жақсы екен, енді осы мәселені қолданамын жүйелі түрде. Екінші мәселе, мұғалімге айтатын дүниеңіз, мысалы, саралау жасамады сабақтың басында. Бәлкім ол жасалмайтын сабақ еді шығар, білмейсіз ғой. Бәлкім ол сабақ ыңғайлы емес еді саралау жасауға. Мұғалімге айтылатын кері байланыс орынды болу керек. Және орынды кері байланыс айтқан кезде бір ғана зат айту керек. Біз тек қана сабақпен байланысты бір-ақ нәрсені мұғалімге айтамыз. Мысалы, осы сабағыңызда топтық жұмыс болды. Бірақ топтық жұмыста кейбір оқушыларыңыз қатыспады, толығымен қатыса алмады сабаққа. Келесі жолы осыны қатыстыруға мына әдісті қолданып көрсеңіз, қолданып көргеннен кейін мені қайтадан шақырсаңыз. Осындай бір құрамдар бар. Және тағы бір мәселе бар, бәлкім пайдалы болады тыңдармандарға. Бізде мектептерде мұғалімнің жеке дамуын қолға алу керек деп жатырмыз ғой. Негізі мұғалім өзінің жеке дамуын өзі қолға алу керек. Ол өзінің жеке даму жоспары болу керек. Жылдың басында мен қай жерге барамын, қай мақсаттарды орындаймын, қай дәрежеге дейін өсемін. Бәлкім орындалады, бәлкім орындалмайды. Но мұғалімнің осы бір жылда белгілі бір мақсаты болады. Бәлкім жылдың соңында сол мақсатына жеткен кезде мәселе мақсатыңа жетпедің деп оған сын айту емес, мақсатына жеткен кезде сонымен бірге қуану. Бәлкім сол адам сізге сондай қарым-қатынастан кейін мектебіңізде қалады. Мен енді бұндай мәдениет емеспін. Сіз более радикальный екенсіз. Мен мәдениет емеспін. Біздің неге мәдениет? Сен мынандай жайнасаң жақсы екен деп сағаққа кіремін, ұнамасы ұнамады деп бетіне айтып қарап тұрамын. Және менің ұжымым, білмеймін, мен ұжым үйренгім. Мысалы, ұжым келе жатыр ма? Қазір сабағына кіріп бытшытын шығарып кеттің, бір сағаттан кейін кездесе күліп отырып әңгіме айтып отыра береміз. Үйренген. Өйткені біз сабақ талдау керек па, кірдік. Сабақ талдау керек па, талданды. Болды, сол жерде қалдың. Ары қарай сабақ алды ма, алмады ма, оны келесі рет кірген кезде қарайсың. Ал сіз бір мәдениетті болу менің енді қанымда жоқ шығар. Енді бүгінде конференцияға тілім мүше кейбір нәрсеге тиіп кетіп жатыр ғой бағанда. Тура сондай да. Қалай бар солай айтамыз. Қалай бар солай. Ал біздегі бір қалыптасқан сабақ кіру мәдениетіне қатты қалыптасқан дүние, бізде әкімшілік болсын, кез келген мұғалім болсын, сабаққа рұқсат сұрап кіру деген ешқайсымызда жоқ. Міне менің сабақ кестем, мысалы менен бастап тастайын. Мен Астанада мектеп директоры болған кезде сөйттім. Міне менің сабақ кестем. Кез келген мұғалім келді, кіріп отыра бер. Соңында қалып кері байланыс берген кезде бердің келмесе кете беріңіз. Шаруам жоқ. Мен сабағыма сен не үшін кірдің? Өйткені бізде бұл негатив қайдан туылады мектептерде? Бір жақтылда әкімшілік мұғалімға кіреді, сын айтады. Енді соны саған кез келген сын айтқан адамға ойлайсың ғой, өзі қалай екен деп, осыны бір көрсем деген сұрақ автоматты түрде туады да сенен. Сосын өзіне кірейін десең кіргізбейді. Мен енді алғашқы мұғалім болғанда сондай дүние болды. Өзіне кірейінші деген сұрақтан папкамды алып, мен жаңылсамасам 3-ші директорым ғой деймін, өмірімде жұмыс істеген. Қиындық болды. Кіріп, сабағына отырып, 10 минут отырған кейін қасыма келіп, шығып кетші деді. Сосын балалардың көзін және сыбырлап айтып тұр, шығып кетші деп. Мәдениетсіз деуім ғой. Кешірім сұраймын, апай сабақтан шыға алмаймын дедім. Оқушының бәрі маған қарады. Үндеген жоқ, сабағын өтіп кетті. Өзім директорым. Сосын сабақ біткеннен кейін шақырды. Неге кіресіз дейді. Сіз осы мектептің бас мұғалімісіз ғой десем, иә дейді. Онда мен сізден үйренуім керек. Үйрену үшін кірдім. Сен неге ескертпедіңіз дейді. Сосын директор лидер болуға міндетті ме десем, міндетті дейді.
онда мен сізге не үшін ескертуім керек деді. Солай бір қызық оқиға болған. Сіздердің осындай ұстанымдармен получается стресс мәселесін шешіп отырсыздар. Иә, өйткені сен кіріп сынап кетесің. Ертең сені кіріп сынап кетуі мүмкін да. Сенің сабағыңа кірді. Айтқан Ахметжан, мынау өздеріңізде болмайды ғой. Енді өйтіп қаттырақ айтқысы келеді, айтпайды, жұмсақтап айтқысы келсін. Еке, мынауыңыз енді сізде де орындалмай тұр ғой. Енді мына оқушы сізде де сабаққа тыңдамайды ғой деген сияқты. Өйткені процесс. Бізде педкеңес, педагогикалық кеңес кәдімгі кейде 6-7 сағатқа созылып кетеді. Мынандай мәселе бар. Өйткені педагогикалық кеңесте кәдімгі қырғын талас. Сен мына сынып неғып 40% шығардың десең, сол сыныптағы бір мұғалім, математика мұғалім тұрады да, қазақтың мұғалім сен мына сыныпқа қалай 90% беріп отырсың, айтшы маған дейді. Кәдімгі талас болып жатады. Бізде педкеңес 1,5 сағатта аяқтап қалатын педкеңес деген ешқашан болған емес. Мен өз басымда өткізетін педкеңес. Өйткені бізде сондай дүниелер тек бір жақты жаншу болады да, кері жақтың дауысы естілмейді. Сондықтан бағанағы агрессия, басқа бәрі шығады да. Бұл жерде сен мұғалімға дауысын ести білуің маңызды. Сондықтан қарым-қатынас солай болғаннан кейін үйреніп алады. Әйтпесе мына кісілер ұқсап, сен енді мына сабақты мына жерін жақсы өт. Енді мен талай таңғалған адамдарым болды. Сенің бірінші мақтап артынан өтіріп тұрып сынап кетеді да. Мақтап күпініп отырасың ғой кәдімгідей. Мен жақсы екенмін ғой деп отырсаң, ең соңында анандай бір удармен ұрған кезде бәрібір сынасың да. Егер жүрегіңе қабылдасаң, ана мақтаудың бәрі жуылып кете салады бір удармен ақ. Сондықтан мен оның бәріне формалды қарым-қатынас деп ойлаймын да. Бәріне ашық бол, бәріне қалай бар солай. Енді ол жерде мынандай мәселе бар ғой. Жаңа мәдениетсізбін деп жатсыз ғой, бірақ барлығы мәдениетсіз емес. Сіз сын айта аласыз. Сіз басшы болғаннан кейін сізге сын айта алмайды кейбір мұғалімдер. Барлығының характері бір емес қой. Жоқ, ұжымды солай үйретсең, үйренеді. Енді барлық адам сразу солай болып кете ала ма? Мысалы, мен өз басыма қаншалықты енді айтады ғой жаңағы кессе қан шықпайтын адам болса да, директордың сабағына кіргеннен кейін ол кісіге бәрібір тартынып тұрасың. Кері байланыс беруге. Жоқ. Сіз өзіңіздің перспективаңыздан айтасыз да? Ол мәселе бар аға, ондай бар. Енді жоқ, ұжымның үйретуіне байланысты. Белгілі бір уақыт керек. Бастапта болады ғой, мысалы, ұжымда бір 5-6 батыр болады. Бастапта солар сын айтып бастайды. Сөйтіп олардың сынына нормаль қарым-қатынасқа қарайсың. Сосын басқаларды, айтсақ болады екен ғой, бұл кісі көтереді екен ғой деген сұрақ туады да. Сосын бізде енді жалпы мына коммунистік қоғамнан шыққан қоғамымыз ғой. Өте ауыр қарым-қатынастар бар да. Мына мұғалімдер күнін тойлайды, банкетке бар. Әкімшілік үлкен дастархан жайып алып, дәу табақ қойып алып, бір бөлек отырады да, әкімшіліктің столы. Ал мұғалімдер төменгі жақта отырады да. Осыдан барады да, қарым-қатынас бұзылу басталады да. Мен енді қандай бізде әкімшіліктің столы деген жоқ, әрбір немне бөлініп кеткен. Бізде енді не үйреніп алған, мынандай немдеге атымыз жазсақ қояды. Немне, мысалы, бірінші стол, екінші стол, үшінші стол деген сияқты нөмірлер сап қояды. Банкет бірдемеде. Аламыз да, 6-шы нөмір ма? 6-шы. Менің стол, менің төменгі жағына келді ма? Отырайым жеп, әңгіме айтып, немді айтып. Яғни бұл дүние, мен оқушымен де қарым-қатынас, мұғалім оқушымен ойнап күліп жүрсем, мұғалімдер сұрайтын, бір түрлі ғой, сенен қорықпай сұрақ қою керек қой. Тура сол сияқты, егер сен шын әдіскер болсаң, мұғалім сенен қорықпай сұрақ қою керек. Бұл енді менің жеке ұстанымым. Енді шын шешім шығаратын кезде, үлкен бір шешімді шығару керек қой. Қабылдайсың. Ондай кезде диктаторлығым бар. Болды, былай айттым, мына күні мына нәрсе болады, болды, талқыланбайды. Кейбір мәселеде бәрібір шекара қойылады дейсіз ғой. Талқылағанда кейде демократия дегеннің минус жері сол ғой. Бір нәрсені талқыласаң, анау дүйсенбі болсын дейді, анау сейсенбі болсын дейді, сен сәрсенбі болсын дейсің. Сол жүрі мүмкін да.
графикті белгілеп бердім, жоспарды мен бердім, тастадым, ұнады ұнамады бәрібір. Ал атқару барысындағы процесс ол талқылану керек. Керемет түсінеді. Біраз директорлерге пайдалы болады деп ойлаймын. Енді соңғы тіпті мынандай директорлар бар ғой, мен бір рет айтсам, мен әріптестермен, директор болған әріптестерім ренжіп, мектептің асханасында тамақ ішпейтін директорлар бар. Арнайы кабинетіне көтеріп апарып кіргізіп, үлкен кісілерден сұрадым дейді, бұрынғы директорлар үшін өте көп, қазір жастар біраз өзгеріп келе жатыр ғой. Арнайы кухнядан екінші сырт жағымен жол жасап апарып береді. Болмаса мектептің өзінде асханасында әкімшілік тамақтанатын бір бөлік бөлме болады деген сияқты да. Ана жерде не жеп жатқанын тура осындай бюрократиялық системаның адамның тәрбиелейтін жеріне кіріп кетуге қарсымын. Мейлі шенеуніктер істей берсін, олар адам тәрбиелеп жатқан жоқ, істей берсін да. Бірақ мектепте бюрократиялық айтпаса адамның табындық, мынау әкімшілік, мынау мұғалім, мынау оқушы деген сияқты табындық дүние болмау керек та. Енді жаңа жиын залда бір мәселе көтердіңіз, жігіттің үш жұрты деген. Осы мәселеде қарапайым мектептерде, орта мектептерде проблема мәселе өте көпше. Ата-ана, оқушы, мұғалім үшеуі бірге жұмыс істесе ғана күштес кетеді. Енді сіздердің орталықтарда мен өзімде жаңағы ақылды жерлерде жұмыс істеген, курстарда сабақ беріп деген сияқты, ол жерде білем, ата-ана өзі ақша төлеп баласын жіберген кезде бәрібір кішкене жұмсақтықпен қарайды ондай курстарға. Керісінше. Жоқ, енді андайлар бар ғой, мен ақша төледім. Менің балам 5 болу керек дейтін жағдай бар. Результат беріп тұрсаңыз, жаңағы мәселе келгенде бәрібір жұмсақтық танытады олар. Ал орта мектептерде, жаңағы қарапайым, жаңағы осындай бір мектептерде ата-ана мен жаңағы мұғалімнің, мектептің арасында байланыс өте қиын да. Осы мәселелерде сіздерде мысалы мектепте істедіңіздер ғой, екі жақта опыттарыңыз бар. Соны бір мен мемлекеттік мектеп басқардым. Бұл жерде 90 гимназияда 2,5 жыл директор болдым ғой. Біз барып қайтқанбыз. Сіздер келдіңіздер, бұл мәселе туындаған емес мектепте. Неге? Өйткені менде мынандай принцип болған емес. Мұғалім мен ата-ананың арасында конфликтіні екеуін кездестіріп шешу деген мәселе болған емес. Ата-ана келіп тұр ма? Тыңдайын. Нақты сол жерде шешілетін болса шешіп жіберемін. Шешілмейтін болса мен айтамын. Бір аптадан кейін айналып келіңіз, мен нақты зерттейін, сосын сізге жауап беремін деймін. Көп мектептерде мынандай дау қайдан туады? Сразу мұғалім жығады да, ата-анадан кешірім сұратқызады, мұғалім жығады. Бол, бір мұғалімді бір ата-ананың алдына жығып бер, қалған ата-аналар балалайды. Ол жерде мектеп әкімшілігінің, тұтас мектеп әкімшілігінің менеджментіне ғана байланысты нәрсе. Мен бір іс сапарда бір облысқа тренинг өтуге кеткен кезімде орынбасарым бір мұғалімнен ата-анадан кешірім сұрады. Мұғалім жылап қалыпты, жас маман. Сол үшін мен орынбасарыма сөгіс бердім. Қандай нормада мұғалімнен кешірім сұрату деген норма тұр? Бір ғана дүние, мұғалімдікі қате ма? Онда заң бойынша сөгісін бер, қатаң сөгісін бер, жұмыстан босат. Заң солай дейді. Ал заңда ата-анадан барып кешірім сұрасын деген норма жоқ. Тура ата-анада да солай. Ата-ананікі қателік па? Сотқа бер, штрафын төлет, болды. Бұл жерде мектептің әкімшілігінің ата-анамен жұмыс жасау қарым-қатынасына байланысты сияқты бір. Екінші дүние, мектептерде 2-3 түрлі нәрсені мен сондай конфликт үшін жасамадым. Келесі дүние 90 соңындағы ата-аналардың жиналысы. Мен көзім кәдімгі 90 соңындағы ата-аналар жиналысын ойласам, жылым келеді. Ата-аналар отырады, сіз кіресіздер, сіздердің балаларыңыз математикадан мыналар 5 оқыды, мыналар 4 оқыды, мыналар 3 оқыды. Әрине ана жерде 3 оқығының ата-анасы жұрттың алдында сенің балаң 3 оқыды деп тұрсаң жынданады. Сосын міндетті түрде, сосын ата-ана секретті мұғалім сындырады.
сосын екеуінің арасында не пайда болады? Комплект пайда болады. Сосын айтамын, бағалау, бағалау мұғалімнің жұмысы, дұрыс бағалады ма, бағаламады ма, оны анықтау менің шаруам. Әркім өз шаруасын атқарсын, ата-анаға тура сөз айтты. Келесі дүние мектепте ата-аналар комитеті деген болған жоқ. Бізде ата-аналар комитеті деген сүйкімсіз орган бар. Біздің жүйеде ата-аналар комитетіне бір пысық ата-аналар кіріп алады, үйінде бос отырған. Олар ақша жинаумен айналысады, және олар құрбандық қылушымен айналысады. Ана сынып жетекшінен немесе басқа. Солар сұрап жатыр деген интонациямен басқа ата-аналарға жеткізеді. Мен ата-аналар комитетін құрмай қойсам, бір сыныптың ата-аналарынан бұл, неге ата-аналар комитеті жоқ дейді да? Бүкіл әлеуметтік желіде отырмын. Телефон нөмірім тұр, сайтта, Инстаграм парақшада. Не бізге ата-аналар комитеті деген елші керек барамыз ба? Әр оқушы тұлға, онда әр ата-ана тұлға. Кел, тіке сөйлес, не істе? Қазір мен Қазбілімге директорларына қатаң түрде тапсырма. Ата-ана таңертеңгі сағат 8-ден кешкі сағат 7-ге дейін кез келген уақытта келсе қабылда. Бізде жазып қойған дүйсенбі күні 17:00 қабылдау, бейсенбі күні 15:00. Сейсенбі күні ата-ана ашудан кеп тұр бүйтіп, деп, жеймін деп. Оны сен алдыңнан қатшым шығып сен бейсенбі күні 17:00 қабылдау уақыты десең, ол ата-ана шығып әлеуметтік желіге жазуы мүмкін, шығып айғайлауы мүмкін, сынып жетекшіге айғайлауы мүмкін, негативін бәрібір шығады. Одан да сен тыңдап уақытында. Сол үшін айтамын, кез келген ата-ана әкімшілікке доступ болса, әкімшіліктің белгілі бір шешім шығарып жатқан кезде, бүгін сенбілік істеткен кезде неге істеткенін ата-ана түсінсе, онда басылады. Енді ата-ананың жұмыс мәселесінде мына кісілердің оқыған мектебі, білім инновация лицейлері. Енді салыстыруға келмейді, өйткені ол жерде мемлекеттік грантпен түскен гранттан айырылып қаламын дейді да, ата-ана бағынады ол жерде. Бірақ бұл кісілер деген ата-анадан биік жұмыс істейді да. Ең болмағанда біздің мемлекеттік мектептер ата-анамен тең дәрежеде жұмыс жасайды. Тең біз. Келіңіз, бірге отырып талқылайық. Не істейік? Бізде көбі мұғалімді төпештеумен не істейді да, мәселені ушықтырып жүреді, қолдан ушықтырып жүреді. Осы мәселе бар да. Сондықтан бағанағы үш жұрттың мәселесінде бір ғана адам шешеді. Үш жұрттың қалай жұмыс істеу керек деп. Оны мектептің әкімшілігі шешеді. Бұл мәселе өте дұрыс. Мына жағынан негізі ата-ана мектепке келіп өзінің кері байланысы немесе белгілі жағдайлармен шағымдануы болуы керек. Бірақ кейбір мектептердегі болатын мәселе ата-анадан келген ақпаратты, шағымды тікелей қабылдап, тікелей іс-шараға салып жібереді. Бұл дұрыс емес. Келген мәселені өңдеу керек, екінші жақты тыңдау керек. Жаңа біз үш жұрт деп жатырмыз, екі жас деп жатырмыз. Бір адамның айтқанымен ешқашан шешім берілмеу керек. Зерттеу. Бір қарау керек, қандай жағдайда бұл мәселе болды, неге болды, бәлкім келесі жол соны болдырмаудың жолына бір себеп болуы мүмкін. Соның бәрін білгеннен кейін, және кейбір жағдайларда мына мәселе өзіме қатты ұнамайды, ата-ана келіп сенің жұмысыңа араласады, немесе мектепте мұғалімнің бір жұмысына сабақтың ішіндегі болу керек белгілі процеске неге бұлай жасамайсыздар. Енді ондай жағдайларда мен дұрыс қатты айтқым келеді да, апай сіз или ағай сіз білім сарапшысы емессіз. Ақыры сіз білім беруге бізге бердіңіз ба, ол жағын біз шешейік. Сабақты қалай беру керек, тестті қалай жасау керек. Соның мәселеде негізі осы ортаны жаңағы 2-3 қайыншырттың ортасын четко қоятын адам, директор, әкімшілік бұл мәселені екі жақ алып кетпеу керек. Әрине мұғалім де кінәлі болуы мүмкін, ата-ана да кінәлі болуы мүмкін, бірақ екі жақта да әділетті бол, орта жол. Екеуін де заңмен шеш. Тек қана заң шеңберді қою керек та, кім дұрыс, кімдікі бұрыс, және жасалатын процедура только заңның қойған талаптарына сай болу керек. Біз енді мен мектептен кетіп қалатын жас мамандармен өте көп сөйлесіп не істеймін ғой. Сол кезде ең үлкен кетіп қалуы сындырып жібере саламыз да біз. Аламыз да, сенікі дұрыс, үйге 20 есеп бердің,
бірақ ата ана сенің үстіңнен арыз жазып тұр, мен баламды қинады, 10 есеп беру керек еді, 20 есеп бер деді. Мұғалім 20 есепті жаны ашып берді балаға, көбірек дүние үйренсін деп берді. Мұғалім кәдімгі патриоттықпен берді есепті, жақсы оймен берді. Келді ата ана арыз жазды. Мұндай көп болады. Сен неге 20 есеп беретін? Сен математиксіңдер ғой, сендерде көп болады. Сол кезде директор алып мұғалімді апарып кешірім сұрап жіберсе, бұдан кейін 20 есеп бергізбеймін десе, ана мұғалім қолды бір сілтеуі мүмкін да, атасынан рет оқымаса содан кейін кетсейінші деп ше. Егер бұл сен бір мұғалімді өлтіріп жатқан жоқсың, жанып келе жатқан үлкен тағдырларды өлтіріп жатырсың да. Сондықтан мектеп әкімшілігіне байланысты не бұл бәрі? Дәстүрлі сұрақтарға көшеміз. Соңғы дәстүрлі сұрақтар. Өзіміздің подкастымыздың мәресіне жетіп қалыпты. Дәстүрлі бір сұрағымыз бар. Әр осы оқырманның да соңында қоятын. Осы егер сіздер қазір айтып отырмыз, редекс дейміз, яғни оның негізгі түйіні, яғни қандай кітап ұсынасыз, осы сол туралы айтып кетсеңіздер, осы оқырмандарға. Сіз бастаңызшы. Қандай кітап ұсынар едіңіз? Редексқа шықсаңыз, қандай кітап ұсынар едіңіз? Жалпы өзімде көп кітап оқу деген бір ұстаным жоқ, бірақ айда бір кітап оқимын. Тамаша. Енді кейбір кісілер болады ғой, көп кітап оқу керек. Менің өзімнің кітап оқуға деген ұстанымым, негізі кітапты ұсынудан алдын мына мәселені айтар едім. Кітапты таңдап оқыңыз. Көп кітап оқудың қауіпті жағы да бар. Кітапты таңдап оқу керек. Кітаптың жаңа отзыв дейміз ғой, кітап туралы отзыв, не мәселе шешеді, не мәселе үшін оқып жатсыз, алдыңызға бір кітап түсті оқып тастай берудің қатты бір пайдасы жоқ деп ойлаймын. Кітапты таңдап оқыңыз, және кейбір кітаптарды көп оқыған пайдалы. Мысалы, кейбір кітаптарды қайта оқыған сізге сол кітапта жазылған мәселені басқа қыр-сырынан көруді көмек береді. Сол үшін бәлкім көп кітап оқығанша белгілі кітаптарды қайта оқыған жақсы. Сондай кітаптарым бар өзімнің, қайта оқитын. Енді өтірік болмасын, менің соңғы оқыған немесе оқып жүрген кітаптарымның біреуі, оқыған өзіме қатты әсер еткен кітаптың біреуі Нобелевский лауреаттың жазған Даниэл Канеман дегеннің «Думай медленно, решай быстро» деген кітабы бар, орыс тілінде, бірақ өте керемет кітап. Өте ауыр кітап, өте қиын кітап оқуға. Ол кітаптың жаңа кіші құрылымы, рекламасын жаса десеңіз, кітап сізді ғылыми сезімге берілмей, дұрыс ойлау, жалпы миыңыздың дұрыс ойлау жүйесін құрастыруға көмектеседі. Көп жағдайларда біз деректер жетпесе де шешім бере саламыз. Мысалы, ошибка выжившего деп айтады орыстарда. Мысалы, жетістікке жеткен бір адамның мысалын аламыз да, кейсін осылай жасау керек екен деп ойлаймыз. Ол сенің жағдайыңа дұрыс болмауы мүмкін. Сондықтан жалпы талдау жасаған кезде жалпылама көптеген деректерді алып талдау жүргізе білу қабілеті негізі онша дамымаған адамдарда. Оның да себебі жалпы адам баласы терең ойланып талдау жасай берген қатты ыңғайсыз адам баласына. Уақыт керек, миың ашиды деген сияқты. Сол кітапты айтар едім. Сосын мұғалімге ұнай ма, ұнамай ма бұл мәселе білмеймін. Көп адамдарда қазіргі заманда тамақ жеу мәселесі немесе жаңа денсаулық мәселесіне көп маңыз береді, бірақ ұйқы мәселесіне маңыз бермейді. Дұрыс ұйықтамайды. Соңғы оқыған кітаптарының біреуі сол «Зачем нам спать» деген бір кітап алып едім, тоже бір үлкен ғалым, миллиондаған тираждармен кітап сатылған. Сол екі кітапты айта аламын. Айт десеңіздер айта берейін. Бірақ осы екі кітап өзіме қатты әсер етті, қатты пайдасы тиді. Жалпы классика кітаптардан айт десеңіздер, мен өзіме қазақ тілінде көп кітап оқыған жоқпын, бірақ қазақ тілінде таңдап оқыған кітабым біздің батыр Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя», «Ұшқан ұя» кітабын оқыған едім. Өзіме қатты әсер берді. Неге? Сол соғыстан алдыңғы Бауыржан Момышұлының өсіп өнген өзінің ауылы, сол кездегі жағдайлары, сол кезді
жақсы баяндайды, жақсы рәсімдейді. Сол 3 кітапты айта аламын. Керемет. Енді мен магистрлық диссертацияны дарынды балаларды анықтау және тәрбиелеуден қорғаған адаммын ғой. Жалпы кітап оқудың ең үлкен пайдасы қиял деген логика ғой. Логиканы дамытады, былай айтқанда. Қиялдауды дамытатын дүние. Өйткені сен кітап оқу барысындағы ойлап отырған қиялың сен миыңның ойлау өрісін дамытады. Сондықтан кітапты сол мақсатта оқу керек деп ойлаймын. Және мен ұсынатын қазақтың классикалық әдебиеті. Кәдімгі тарихи классикалық туындылар. Ар жағы Әуезовтен бері қарай, мысалы, Оралхандарға дейін. Мен енді кітапты көп оқитын қазақ. Нақты бір айтып кете аласыз? Нақты айтып кететін, мысалы, қазақтың тарихи романдары, көшпенділер, Алтын Орда міндетті түрде оқу керек. Мысалы, Оралханның шығармалары, Атаукере, Құм мінезі, Сайтан көпір. Аласапыран оқып едім мектепте. Оқып едіңіз? Оқығам. Оқу керек та. Өйткені ол жердегі адами қарым-қатынастар немнің бәрі әсер етеді да. Мен бір нәрседе бір кітап оқымау туралы кеңес беремін. Мотивациялық кітапты оқымайсың. Мотивациялық кітапты оқу, мотивациялық киноға бару ең үлкен ақымақтық деп ойлаймын. Өйткені біздің қоғам қазір сол да, мотивациялық кітапты оқып алады да. Жарты сағаттан жел біліп алады да. Мотивация қайдан шығу керек? Мотивация өзіңнің бітірген ісіңнен алуың керек та. Қанша келдің? 26. Сұлтан Махмұт Торайғыровтың қайтыс болған жасындасың, мысалы. 26 жас жасадым, мынаны бітірдім деген өзіңнің ішіңде мотивация болмаса, мына жақтан анау 26 жасында мынандай бітірді деп, Сұлтан Махмұт Торайғыров 26 жасында мынандай бітірді деп мотивация алып алған түкке пайдасы жоқ та. Ол сырттан келген мотивация өшеді. Жарты сағаттан кейін, 1 сағаттан кейін, 2 күннен кейін өшеді. Бізде оқушылар кейде мотивацияны сырттан іздейді да. Мотивация сені алдымен өзің бітірген бір формуланы есеп шеше алсаң, мен тригонометриядан есеп шығаратын болдым деген дүние саған мотивация емес па? Тура солай болу керек та. Сен өзіңнің бітірген тірлігіңнен мотивация алу керек та. Өкінішке орай қазір тұтас қоғам мотивациялық кітап, тұтас қоғам психологиялық кітап оқып, бәрінің қолында екінші болмай жүр. Екінші болмай уже модадан қалды. Қазір тағы бір кітаптар шықты ғой. Қуаныш ренжіп қалмасын. Жақсы. Айтжан Ахметжанұлы, Атабек Әділұлы, сіздерге өте үлкен алғыс. Біраз біз өзіміздің уақытымыздан да шығып кеттік, но сұхбат өте пайдалы болды деп ойлаймын. Жеке өзіме, осы жерде отырған көрерменнің бәріне өте пайдалы болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта пайдасы тиісін. Мен камера бар екенін ұмытып кеттім. Бәрімізге пайдасы тиісін деп ойлаймын. Соншама алтын уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге алғыс. Жақсы. Сіздерге рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Пікірді басшысымыз шығарып тастауға ұрқырды.